Қайырлы күн, барша әріптестер. Қайырлы күн, Facebook әлеуметтік желісіндегі, YouTube әлеуметтік желісіндегі барша оқырмандар, әріптестер. Қазақстанның түкпір-түкпіріндегі барша ұстаздар қауымы, ата-аналар қауымы. Біз директор келбеті тікелей эфиріміздің екінші санын тікелей эфирде жалғастырып отырмыз. Бүгінгі осы мектептің ең басты міндеттері хақында сөз қозғап келе жатырмыз. Ұлттың ұлы педагогы Мағжан Жұмабаев қазақтың келешекте ел болуы, ол бүгінгі мектебінің қандай негізде құрылуына байланысты. Бүгінгі мектеп таза, ретті, өз жанына, қазақтың жанына жақын болғанда ғана біз болашақ үшін аянбай серттесеміз дейді. Біздің мектептер бүгінгі қазақ жанына жақын ба? Мектеп өзінің басты функционалдық міндеті сапалы білім беру, саналы тәрбие беру мәселесін толық атқарып жүрма деген тақырыптар турасында мектептің басшысы, мектептің тізгіншісі ретінде әріптестерімізбен ой бөлісуді, ортаға ой тастауды жөн көрдік. Осы тұрғыдан кеңінен тоқталамыз деп ойлаймын. Құрметті әріптестер, келесі бір кезекте тәрбие саласы туралы тағы да тоқталармыз. Бүгінгі басты тақырыбымыз мектептегі білім сапасын қалай көтеруге болады. Құрметті оқырмандар, сұрақтарыңызды қойып отырсаңыздар болады. Кез келген сұраққа кез келген уақытта ашық жауап беруге барынша тырысамыз. Бүгінгі тікелей эфирдегі әріптестеріммен таныстыра кетейін. Әлихан Бөкейханов атындағы нөмір 76 мектеп лицейінің директоры Сафура Сейдуалиқызы Төлектегі, Нұр-Сұлтан қаласы. Қайырлы кеш. Өскемен қаласы Шәкәрім Құдайбердіұлы атындағы орта мектеп директоры Әділ Сайлаубек. Қайырлы кеш. Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы Серәлі Ләпин атындағы 261 мектептің директоры Қарлығаш Әбдірахманова. Кеш жарық. Оңтүстіктен, шығыстан және Астанадан сөйлеп тұрмыз. Мен тізгінде Нұр-Сұлтан қаласы нөмір 90 гимназиясы директорының міндетін атқарушы Аятжан Ахметжанұлы. Әлқиса сұрақты әрине Сафура ханым, сізден бастаймыз. Сіз үшін білім сапасы деген не? Әлгі жұрт айта беретін парақтағы баға ма? Әлде түлектің ризашылығы ма? Әлде сіз үшін жалпы білім сапасы деген не? Сапалы білім деген не? Жалпы қайырлы кеш, құрметті көрермендер, тыңдармандар. Біз сіздермен қайтадан қауышып отырғанымызға қуаныштымыз. Және өткенде шөп шығып осы жол 4-еу болдық. Әрине бір әріптесіміз қосылмақшы еді. Бүгін денсаулығына байланысты қосыла алмай қалды. Сондықтан келесі эфирімізде ол әріптесімізде, қарағандылық әріптесімізде қатарымыздан көреміз деп сенеміз. Жалпы бүгінгі біз арнап отырған тақырып бұл жай таңдалған жоқ. Себебі білім сапасы деген ұғымды кім қалай түсінеді ең біріншіден. Біз барлығымызға ортақ бір түсінік болуы керек деп ойлаймын. Білім сапасы дегенде біз 90-ның аяғындағы жиынтық бағалаулардан кейін әрбір сыныптан жинап алып өзіміз мектептің ортақ сапасын шығарамыз проценттік көрсеткіште, бірақ сол проценттік көрсеткіш қаншалықты шынайы. Білім сапасы дегеніміз әрбір оқушының қиындықсыз білімді игеруі болу керек. Бұл бағытта мысалы оқушылардың жаңағы алған білімін кез келген уақытта қолдануы. Бізде қазір жаңартылған білім мазмұны енбей тұрғанда да
бұған дейін де болатын, көбінесе біз мысалы тақырыпты өтеміз, уже бірнеше тақырып өткеннен кейін бір тақырыпқа бақылау жұмысын алғанда балалардың күнделікті сабақтан білім немен жаңа көрсеткіштері төмен болуы. Сондықтан қойылған мәселе сұрақ жаңағы білім сапасы сіз үшін не? Мен үшін білім сапасы оқушының білімді, берілген білімді өмірде қолдана алуы, сол білім арқылы жетістікке жетуі, сол білім ол оқушыны алдағы мақсатқа жетелеуі. Қарлығаш ханым, сіз не дейсіз? Қайырлы кеш, құрметті әріптестер, алдымен құрметті ұстаз аналар, әйел қыздар, барлық жер ананың бусанып, керемет қалыпқа түсетін мерекесі келе жатыр. Ең алдымен сол әйел ұстаздарды осы мерекені құтты болсын дегім келеді. Ең көп қыздардың, әйел аналардың жұмыс істейтін саласы ғой біз. Сондықтан ұстаздық мамандық ол келешек ұрпақты, келешек қоғамды тәрбиелейтін маман иелері. Сондықтан барлықтарыңызға алдымен денсаулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Енді менің ойымша білім сапасы деген білім беру ұйымдарының басты нысанасы енді оқушыға білім беру, оқыту мен оқуға бағытталған. Сондықтан мектеп мұғалімдерінің оқушы білімін бағалауы туралы әр түрлі пікірлер бар, Енді қазіргі ең көп өзгеріске ұшырайтын осы жүйе, білім жүйесі, сондықтан біздің білім сапасындағы ең қажеттілігі ол болашағы. Білім сапасы деген мен үшін Қазақстанның болашағының қалануы. Бір мамандық иесінің болуы, осы Қазақстанды алға жетелейтін тұлғаның адам болып шығуы, қалыптасуы деген келеді. Осы деп ойлаймын, менің пікірімше. Әділ Сайлаубек мырза. Ассалаумағалейкум, барлықтарыңызға кеш жарық. Сіздердің қатарларыңызға қосылып жатқаныма өте қуаныштымын. Сіздерге білікті, білімді ұстаздар, ең бірінші, және басшылардан осындай бір тәлім, қандай да бір нұсқаулық алып отырғаныма өте қуаныштымын. Енді осы шәкәрім мектебіне келгенде 2 жылдың жүзі болды. Осы білім саласында, білім сапасын арттыру жөнінде өзіндік жұмыстар жасап жатырмыз. Тікелей әрине енді бұл бірінші осы мемлекеттік стандарттарды, талаптарды орындау, және ойлаймын ең бірінші, және Аятжан мырза дұрыс айттыңыз ғой, енді жалпы мен айтқым келеді, осы пайда ойлама, ар ойла, талап қыл артық білуге, артық ғылым кітапта ерінбей оқып көруге дейді. Енді тектен-тек айтып кеткен жоқ сияқты деп ойлаймын. Осы орайда соңғы кездері біз көп мынау кітапқа деген құлшыныс, көңілді бөлмей келеміз. Бұны мойындау керек. Сондықтан да осы орайда осы келгеннен бастап осы мектепке жалпы барлық жерлерде осыған бір көңіл бөлсе деп ойлаймын. Енді министріміз де өзі бастап кетті осы тақырыпта ары қарай жандандыру мәселесі бойынша мектеп, енді жалпы өзімнің мектебім бойынша айтатын болсам, жалпы қандай да бір пайдасын тисін деген енді хабар болғаннан кейін жан-жақты осы оқушылардың кітапқа баулу және мұғалімдерді баулу арқылы білімнің сапасын көтеріп және ары қарай біліктіліктерін арттыруға мүмкіндік болады деп ойлаймын. Сол кезде ғана енді әрине білім сапасын арттыру өте үлкен кешенді мәселе. Енді тіпті бүкіл білім саласындағы өзектерін жоғалтпайтын тақырып десек артық айтпаймын. Және де бұл мәселені енді жан-жақты қарауға болады деп ойлаймын. Бірінші ұстаз ретінде және мынау басшы ретінде дейміз, мектеп басшысы ретінде жан-жақты талдап айтуға болады. Енді білім сапасы дегеніміз бұл біздің осы мектепте беріп жатқан оқушыларымыздың жақсы білім мен тәрбие алып, ары қарай сол алған білім мен тәрбиелерін орта оқу орындарында болсын, жоғары оқу орындарында болсын, ары қарай жалпы адамгершілік қағиданы жоғары ұстауына өзім осы талап етемін. Және мектепте әрбір өзім келгелі жалпы әрбір оқушыға ең бірінші әрине сәлемнен басталады ғой. Барлық сәлем берудің өзінің қағидаларын және
үлкенді құрметтеу, сыйлауға деген баулу арқылы қазіргі таңда қарқынды жұмыс жасап жатырмыз. Енді ары қарай толықтырамыз. Енді менің ойым осы. Әділ мырза, енді сіз тәрбиеге қарай кетіп бара жатқан сияқтысыз, тәрбиеге арнайы тоқталармыз. Біз бүгінгі көтеріп отырған дүниеміз білім сапасы. Білім сапасын қалай көтеруге болады? Құрметті оқырмандар, құрметті біздің желідегі әріптестер, сұрақтарыңызды қоя отырсаңыздар болады. Сұрақтарыңызды жеткізуге тырысамын. Енді мына нәрсеге жауап берейікші. Мемлекеттің конституциясы бойынша, яғни ата заңның тармақтары бойынша мемлекетте 12 жылдық, 11 жылдық негізгі білім тегін берілу керек. Жоғары білім грант негізінде тегін және ақылы негізде берілуге болады. Өкінішке орай, неге осындай тегін берілу керек деп ата заңның өзінде жазылып тұрса да, біздің мектептің оқушылары неге репетиторге, қосымша білім беру орталықтарына, ақылы білім берулерге жүгінеді? Бұл мектептің трагедиясы деп ойламайсыздар ма? Егер әлгі қазақта әдемі сөз бар, арқа жайлы болса, арқа рауып несі бар деп. Егер мектепке толық қанағаттанса, бала ақылы білім іздемейтін ақиқат. Неге бала ақылы білім іздеп әртүрлі жерде, тіпті ауылдық жерден қалалық жерге бала қаңғып білім іздеп жүр? Осы сұрақ менің жанымда ортады. Біз өзіміздің функционалдық қызметімізді атқара алмай қалған жоқпыз ба? Қалай ойлайсыздар? Аятжан мырза, енді өте дұрыс айтасыз. Бұл жерде жан-жақты да қарауға болады. Ең әуелі мынау кадрдың жалпы әрбір басшы ең бірінші кадрдан бастау керек деп ойлаймын. Кадрлық тапшылықтың негізгі осы себебі деп ойлаймын. Өйткені енді ауылдық жерлерде ашық айту керек, қарапайым мұғалім бір пән емес, бірнеше пәннен береді. Бұл жерден де сапа деген сөздің өзі біраз артықтау деп ойлаймын. Қазір бір нәрсеге тоқталайықшы. Төртеумізді қаланың директорымыз. Біреуміз Қызылорда, біреуміз Өскемен, екеуміз Астананың. Төртеуміздегі шарт жағдай кадр деп ақталуға келмейтін сияқты. Өйткені Ахмет Байтұрсынов айтады, түрмеден жағдайсыз, түрмеден қолайсыз орын жоқ қой. Ода да жұмыс істеуге болады. Ал біреу жұмыс істейін десем көршім жаман деп айтады, біреу жұмыс істейін десем жағдайым жоқ деп айтады. Түрмеден жағдайсыз, түрмеден қолайсыз орын жоқ, ода да жұмыс істеуге болады дейді. Ал Аятжан дұрыс айтады. Момышыл айтады, жұмыс істеймін деген адам мүмкіндік табады, жұмыс істемеймін деген адам сылтау табады дейді. Біз ақталуға кетіп бара жатқан сияқтымыз. Сылтау қарастырудың қажеті жоқ. Дәл осы мәселені мен бірнеше жыл қатарынан өзіміздің мектептің мұғалімдеріне де қатаң талап қоямын, бірақ өкінішке орай олайлы нақты біз қуанатындай деңгейде емес. Егер қай мұғалімнің сабағынан оқушы қосымша ақылы қызметпен ақылы курс іздеп кетсе, мұғалім ойлану керек. Қай мектептен басым көпшілігі бала қосымша курс іздеп кетсе, сол мектеп ойлану керек бұл жерде. Яғни, егер мектепте беріліп жатқан білімге бала сенсе, және ол бала қажет ететіндей білім сол деңгейде берілсе, онда балаларға қосымша іздеудің қажеттілігі қанша. Бірақ бұл жерде кейде мод қуып кететін де бар. Өйткені әсіресе бастауыш сыныптарда, мен бастауыш сыныпта үнемі айтамын, келгенде мектепке бірінші сыныпқа балалар қабылданғанда ата-ана жиналысын өткізген кезде айтатын бірінші әңгімем, бастауыш сыныпта балаға репетитор алмаңыздар деп айтамын. Өйткені баланы бірінші сыныптан бастап ата-аналар өздігінен балаға жұмыс істеуге ықпал етпейді. Жанына бір адамды байлап қойғаннан кейін сол адамның жетелеуімен жұмыс істеп үйренген бала 11-ші сыныпқа дейін сол репетиторлықты іздейді отырады. Өйткені жанында біреу мынаны жаз, былай есептедің бе, шығардың ба деп қарап отырмаса, балада ондай өздігінен жұмыс істеуге деген ынта болмайды. Бастауыш сыныпта балаларды тек қана шығармашылық, спорттық, тағы әртүрлі өнер сияқты әртүрлі салаға дамыту керек. Орта буыннан бастап болды, мысалы қазіргі күнгі тілдік, әртүрлі мынау жаңа технологиялық үйірмелер бар, соған қарай баулу керек. Бұл талапты мен ата-аналарға айтамын. Өкінішке орай ол болып жатқан жоқ. Мен шын мәнінде жаңағы Аятжан мырзаның айтып отырған нәрсесіне мен де келісемін. Өйткені мектеп
толыққанды сапалы білім берсе, әрбір сабақ сапалы болса, шынымен де ата-ананың барлығы ақшасын далаға шашуға ешқандай құмар емес. Егер ол жаңадан енгізіліп жатқан бір ғылыми дүние болса, мүмкін қосымша іздеу керек шығар. Өкінішке орай біз қазіргі күні мұғалімдер әсіресе осыған бір мән бермей жатырмыз. Осынша сыныптағы бала осынша ақылы курсқа барады дегенді өзіміз біліп отырсақ та, оған қатты басымыз қатырмайды. Екіншіден, тіпті кейбір мен өзім мектебімде де ондай жағдайлар бар. Тіпті анау әсіресе 6-шы сыныптың балалары мен 11-ші сыныптың балаларын Назарбаев университетке, Назарбаев мектебіне дайындалу үшін осындай сабақтардан сұранып тұр деп менің алдыма келетін сынып жетекшілер болды. Сабақтан босатамыз ба, ұбт-ға дайындалып жатыр екен, ана жерде курсқа жазылып қойыпты деп. Сонда ол сол жақта жұмысын істей берсе, мектептегі мұғалім немесе мектептегі мұғалімге беріліп отырған ол айлық не үшін? Сондықтан құрметті директорлар да, ұстаздар да осы жағынан қаттырақ ойлану керек. Бұл ең бір осал тұсымыз осы біздің қазіргі. Енді білімнің сапасын көтерудің қазіргі таңда жолдары көп қой. Ең бастысы білімді де білікті, ұшқыр ойлы, шығармашылық қабілеті мол барлық ұстаздарға байланысты деп ойлаймын. Әрине кездесіп жатады жұмыс барысында осы қосымша сабақта жүрген оқушылар. Енді ол мектепте фундаменті оқушының мықты болса, деп ойлаймын, үрдісі мықты болса, ол оқушыны мектепте дайындайды. Себебі оқушының қай жері осал, қай жері, қай программадан жетік, қай программаға, қай сұраққа төмен екенін өз мұғалімнен артық білетін адам жоқ. Сондықтан қай кезде де білім беруді жан-жақты білімді өзіндік ойы бар тұлғаны қалыптастыратын өзінің мұғалімі, өзінің ұстазы. Енді бір сұрақ туады да, өз мұғалім, өз ұстаз дегенге келіп жатырмыз. Қарлығаш ханым, мынандай шарт жағдай бар. Өзі түстен бұрын мектепте сабақ берген оқушысына түстен кейін репетиторлық істейтін. Өзінің өте-мөте бастауыш сыныптарда кездеседі, өзі сабақ берген оқушыларды жеке шақырып сабақ беретін. Бұл мысалы бір сыныпта 30 баланың әлгі мұғалімға, сынып жетекшіге 15-і жазылуы мүмкін. 15-інің ата-анасы қатары қалтасы көтермеуі мүмкін. Енді 15-і жазылған 15-іне сабақ беріп алған кезде, қосымша уақыттарда, түстен кейінгі уақыттарда сабақ беріп алған кезде, ана 15-інің жағдайы ана сыныпта жазыла алмай қалған 15-тен әлде қайда ілгері болады. Бұл нәрсе, белгілі бір нәрседе, бұл менің көзімде бір қиын дүние сияқты боп сезіледі, біріншіден. Екіншіден, мен өзі сабақ беретін оқушыға ақылы қызмет көрсету дегенді өз басым қабылдай алмаймын. Енді біздің осы тұрғыдағы бір кемшілігіміз не? Неге біз өзіміз беретін балаға өзіміз ақылы сабақ өтетін жағдайға кетіп қалдық? Енді бұрынғы деңгейде ақтап алуға болатын шығар, әртүрлі деңгейде, бірақ бәрібірде біз өзіміздің кәсіби құзыреттілігіміз толық атқару керек сияқты болып көрінеді. Жалпы дұрыс деп ойлайсыздар ма? Өзі сабақ беретін оқушыға өзі ақылы қызмет көрсетуді. Осы мәселе... Айта беріңіз, Қарлаш. Жоқ, Сафар апай айтыңыз. Жалпы бұл мәселе бойынша біздің Нұр-Сұлтан қаласында осы 2 жыл бұрын 17-18 жылы бұйрық шықты арнайы. Бұл министрліктің нұсқаулықтарында да бар. Егер шын мәнінде біз ақылы қосымша қызмет мектеп деңгейінде ұйымдастыратын болсақ, мектептің ішінде, онда әркім өзі сабақ беретін сыныпқа, өзі сабақ беретін оқушыға ақылы қосымша қызмет көрсетпесін деген ол талап қойылды. Бірақ өкінішке орай жаңағындай үйіне шақыратын әр жеке репетитор болатындар жоқ емес бар. Өйткені оны жасырып өтірік ондай мүлдем жоқ деп айта алмаймыз. Бұл жерде бірінші кезекте мектепте қатаң талаптың болуы және мектептегі басшының немесе әкімшілік тараптан қойылатын талаптың жаңағы барлық ата-анаға жеткізілуі. Яғни сіздің өзіңіздің мұғаліміңізбен сіз қосымша сабақ жүргізе алмайсыздар балалармен деген сияқты, иә? Және оны барлық мұғалім қабылдауы керек. Егер мұғалім кластың жарысын ақша төлей алатын тобын ғана алып, ақылы жұмыс жасайды да, қалғандар төлей алмайтын болса, мұғалім бұл жерде мұғалімдік бір
позициясы дұрыс емес деп қабылдауға болады. Себебі ол неге оқушыларды екіге неге бөледі? Вот неге бөледі? Ол ақша төлей алмайтындар онда бағасы төмендеп қала береді. Ал бұлар екіншілер бөле алады. Ендеше ол сыныпқа толық жаны ашып тұрмаған мұғалім солай істейді. Жоқ, енді осыған біз мектеп басшысы ретінде қандай шаралар, қандай қадамдарға барасыз? Жалпы жаңа бастап айтып кеткен сияқты нақты бұйрық, мысалы бізде ақылы қызмет көрсетудің ережесінде ол көрсетілген. Әрбір мұғалім өзі сабақ беретін сыныпқа ақылы қызмет көрсете алмайды. Ол бір. Екіншіден, кез келген уақытта ата-анамен сөйлесу уақытында, мысалы ата-аналарға арналған әртүрлі ақпараттық түсіндіру жұмыстары жүрген уақытта бұны қатаң талап екенін түсіндіру керек. Егер ондай жағдай кездесіп жататын болса, мысалы мұғалім кәдімгідей нақты тәртіптік шараға тартылуы керек. Өйткені шын мәнінде мұғалім өзінің күнделікті мынау мемлекет тарапынан бекітілген жүктемесін толық атқармаған уақытта ол кісі әрине балаларды өзі қосымша ақша табу үшін қосымша шақыруы мүмкін. Қазіргі күні бұған біздің Нұр-Сұлтан қаласында негізі қатаң бұған талап қойылған, шектеу қойылған негізі мектеп деңгейіндегі. Енді дайындық курстарына репетиторларын мұғалім жасауы, енді мен тәжірибемде кездескен жоқ әзірге. Енді көп оқушының қазіргі жағдайда қалтасы да көтермейді. Сол себептен түлектердің көпшілігі өзіндік дайындықпен айналысады. Бізде нәтижеде жоқ емес, мәселен осы әдісті мен таңдадым. Бәрі өз шамаңызға байланысты деп ойлаймын. Қазір барлық жағдай жасалған, арнайы оқулықтар да бар, және өз білімін сынап тұру үшін ғаламторда да беттерінен онлайн тестілерді табуға болады. Сондықтан мектеп онсыз да қосымша сабақтарды жасап отыр. Сондықтан дайындық іргетасы дұрыс қаланған оқушы тапсырылған пәндерді кезінде дұрыс меңгерген оқушылар үшін ғана оңайға соқпақ. Сондықтан өз күшіне, біліміне сенген оқушы қандай тәуекелге барады деп ойлаймын. Мұғалімдердің дәл осы бағытта жұмысы жүргізіліп, жүйелі жұмысы бар. Баланы дайындауға, содан кейін бізде аға волонтер деген бар. Жаңағы ерікті ретінде бекітіледі. Сондықтан ондай жұмыстарға әлі кездескеніміз жоқ. Енді мына нәрсені ақылы қызмет ету дегенге келіспейді екенмін әзірге. Мен мына нәрсені айтқым келеді. Мен енді осыған дейін 4-5 жыл қосымша білім беру саласында, яғни осы ақылы қызмет көрсету саласында жүргенімді бәріңіз білесіздер. Мен бұл салаға ең алғаш 2015 жыл барған кезде ата-аналардың сұранысымен бардым, шыны керек. Себебі мектептерді ата-аналардың үйлерін аралап кеттім. Сол кезде ата-аналар мұғалім іздеп шарлайды, әлі де шарлайды. Жақсы мұғалім десе, қаланың бір шетінен екінші бір шетіне апаруға дайын. Өзім сол кезде беріп жүрген кезде оқушылардың үйіне барып сабақ беріп, кейін жеке орталық ашып беріп жүрген кезде кейбір жағдайы жоқ, бірақ ата-аналар оқытқысы келіп тұратын ата-аналарға қалтамнан жылда 60 грант, 70 грант берген кезімде де болды. Осы кезде мен балаға жаным ашиды да, мектеп неге осы күнге түсірді деген дүние. Біз білім сапасын қозғаған кезде осы дүниеге мән бергім келеді. Енді осыны бір мен басқаша сұрақпен қозғағым келеді. Естеріңізде болса, бұйрықтың нөмірін ұмытып отырмын. Экс-министр Ерлан Сағадиевтің тұсында ұлттық бірыңғай тесттің нәтижесіне мектеп жауап бермейді деген құжат бекітілді. Яғни бітіруші түлектің ұлттық бірыңғай тестте көрсетілген нәтижесіне мектеп жауап бермейді. Мен үшін бір өте ауыр трагедиялық бұйрық болды деп ойлаймын. Мен өз басым кәдімгі естіген кезде көзіме жас алдым. Себебі неде? Егер 11 жыл оқытқан баласына мектеп жауап бермесе, онда дәрігер отасына, әкім қаласына, министр саласына, президент мемлекетіне жауап берудің қажеті жоқ сияқты. Егер біз өзіміздің 11 жыл оқытқан түлегімізге нәтижесіне шынайы жауап бермесек, сіздер қалай ойлайсыздар? Осы бүгінгі күнге келген кезде мектеп ұлттық бірыңғай тестке жауап бермейді дейді да, шыны керек мектептен 2017 жылы алтын белгінің 48% ақтаса,
2016 жылы. 2019-ға келген кезде қазір алтын белгінің 100% ақтайды. 2016 жылы Қазақстан бойынша 4200 алтын белгі шықса, 2019 жылы Қазақстан бойынша 12000 алтын белгі шығады. Осы қаншалықты көңілге сияды? Екі мәселені көтеріп отырмын. Бірі, мектеп ұлттық бірыңғай тестінің нәтижесіне жауап бермеген дұрыс па? Екіншіден, жауап бермеді екен деп бүкілдей бағаны көтеріп қойып, алтын белгіні топырлатып шығара беру қаншалық ақиқат? Аятжан иә, өте орынды айтасыз. Енді трагедия дейміз бе, қауіп дейміз бе, бір сондай бір жағдай болды. Бұны естіген қарапайым және ұстаз басшы, әрине, мен айтып отырғандай, басшылар бұл жауаптан қашқандай болды. Яғни енді жауапсыз, енді қандай да бір жауап жоқ қой енді. Егер де мектеп деңгейі, мынау қазіргі рейтинг деген дүниелер бар, онда енді жоқ емес бар. Бірақ десек те мұғалімдердің босаңсып қалуы, яғни қандай да бір өздерінің жауапкершіліктерінің алуы тым десек болады, босаңсып кетті, айту керек. Сондықтан да бұл орайда енді сіз айтып отырсыз ғой, экс-министрдің осы бұйрығы біраз тікелей осы білім саласына, білім сапасына әсерін тигізіп отыр деп ойлаймын. Өйткені осы арқылы ары қарай да қандай да бір жәнегі ата-аналардың жан-жаққа репетиторлер немесе қосымша сабақтар іздеуі осыдан басталып кетті. Енді өзіңіз бұл маманы болғаннан кейін бұны жақсы білесіз ғой. Сондықтан да ондай жағдай қазір кездеседі. Жалпы барлық жерде бар ол. Оны мен бұл жерде қандай да бір дал тартып нетіп қашуға болмайды. Мектепте қосымшаға баратын оқушылар бар. Өкінішке орай дейік. Әлде кездеседі. Жалпы мен мынаған ойымды қосатын болсам, жаңағы ұлттық бірыңғай тестілеуге мектеп неге жауап бермейді деген. Негізі мектеп өзі берген қызметін өзі бағалағаннан гөрі біздің қызметімізге сыртқы бағалау көп керек болады. Ұлттық бірыңғай тестілеу біздің қызметімізді сыртқы бағалаудың бір формасы. Бұған дейін аралық бақылау деген болатын, ол қазіргі күні тоқтап тұр, немесе халықаралық әртүрлі бақылаулар бар. Осы сияқты бақылау бізде тек қана 11-ші сыныпта емес, әртүрлі сыныптарда, яғни бастауышты бітірген уақытта болсын, орта буындарда болсын, немесе тіпті 5-ші сыныптың өзінде негізі сыртқы бақылау дегенді мектепке көбірек енгізу керек деп ойлаймын. Сондықтан, мысалы, біздің жаңағы ұлттық бірыңғай тестілеу кезіндегі, ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижесіне мектеп жауап бермейді деген кездегі ол сол бұйрық шыққан уақытта мен оған қуандым, өтірік айтпай ақ қояйын. Себебі ол кездегі ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу барысындағы әділетсіздіктерді бәріңіз білесіздер. Әділетсіз болған уақытта бұл жерде әртүрлі факторлар болды. Ол болса да әділетсіз болатын болса, мына жақта терлеп тепшіп сабақ береді, терлеп тепшіп баланы дайындайды, баланың өзінің еңбегі бар, сол кейде зая кетіп, өзімен қатар оқып бір сыныпта 10 жыл, 11 жыл отырған баланың, яғни еңбектенбей, одан жоғары нәтиже алуы, бұл балалар үшін де, мұғалім үшін де ешқандай мотивация бермеген кезінде. Сондықтан ол кезде мен оны мысалы ешқандай бір қиындық деп қабылдаған жоқпын. Бірақ қазіргі күні ұлттық бірыңғай тестілеуде үлкен өзгеріс бар. Оған біз қуаныштымыз, және кез келген уақытта бұл жерде ұлттық бірыңғай тестілеуге жауап бермейді дегеннің өзінде біз мысалы кезінде балаларды апарып, алып келу, олардың құжаттарын дайындау барлығы мектепте болған. Қазіргі күні барлығы ол мектеп одан босатылды, бірақ кез келген мектеп басшысы, кез келген мұғалім, егер ол шын мәнінде мұғалім болса, шынайы білімнің сапасына қатты жүрегі ауыратын болса, жаны ашитын болса, әрбір баланың сапасын өзі бақылап отыруға ешкім шектеу салмайды. Яғни жаңағы тест тапсырып келді ме, міне осы қаңтарда, осы наурыз айында 10 бала тапсырып келе ме, 10 баланың нәтижесіне өзі анализ жасап отыратын мұғалім болу керек. Мұғалім өзі сол баламен әлі қалай жұмыс істеу керек, және мектепте. Сондықтан бұл сыртқы бақылауды жақсы министрлік тарапынан бізге арнайы бұрынғыдай мына мектеп мынандай бала алды деп шығарып бермесе де, біз әрқайсымыз өзіміз талдау үшін қолдануымыз керек деп ойлаймын. Және мен ұлттық бірыңғай тестілеу ғана емес, тағы да бір басқа 9-шы сыныпқа болсын, 10-шы сыныпқа болсын, 5-ші, 7-ші сыныптарға болсын. Өйткені 7-ші сыныпта өте білім сапасы төмендеп кететіні, бұл қазір ғана емес, балалардың мына психологиялық, физиологиялық ерекшеліктеріне қарай 7-ші сыныпта да балалардың кішкене оқуға қызығушылығы төмендейді. Осы 4-ші сынып бастауышты бітірген, осы барлығына бірдей сыртқы бақылау форматы енгізілгенін мен армандап жүрген директормын. Сондықтан қалған директорлардың енді ойын білмеймін.
Ал енді алтын белгі жөнінде мынандай ойым бар. Алтын белгіні тек қана мектептің деңгейінде жақсы берілген күннің өзінде алтын белгінің әрине біз енді жауапкершілікке де байланысты бұл жерде. Егер мектепте, мектеп басшысының болсын, мектептің ішіндегі педагогтарда болсын, арнайы негізгі құндылық қалыптаспаса, яғни бірінші білім құндылығы, білім дегенді құндылыққа айналдырмаса, одан кейін екінші жауапкершілік деген құндылық. Осы екі құндылық болатын болса, онда ол балаға да жаңағы әрбір процеске де сол жауапкершілікпен қарар еді. Алтын белгіге байланысты мәселе, бірақ сабақтан 4-ім бар еді деп ата-ананың келуі де өтірік емес. 5-ші сыныпта байқамай мына сабақтан 4 қойыпты, өздеріңіз бересіздер ғой деп. Ол өтірік емес. Одан кейін өкінішке орай тағы бір жоғары жақтан адамдарға хабарластыратын адамдар да бар. Осы бірақ сабақтан 4 болып алтын белгіге бара алмай отыр екен деген сияқты. Сондықтан біз егер білімді құндылыққа айналдыратын болсақ, өзіміз директор ретінде өзіміз, одан кейін біз арқылы мұғалімге, мұғалім арқылы балаға ол құндылық болып даритын болса, бұндай процесс болмас еді. Алтын белгіні жалпы мектептен жақсы, мектептің қорытынды емтиханы белгілі. Тағы да айтамын, біз өзіміз еңбектеніп жұмыс істегеннен кейін біз соның теріс нәтижесін көргіміз келмейді. Сондықтан кейбір жағдайда мұғалімдер тарапынан салыстырмалы түрде бағаны көтермелеу орын алуы мүмкін. Осы жағдайда алтын белгіге де бұл сыртқы бақылау ретінде сыртқы жақтың тек қана құжат тексеруі емес. Қазіргі күні басқармалар мысалы құжатты тексеріп, құжат лайық деп шешеді. Ал құжаттан бұрын кейін мынау 11-ші сыныптағы қорытынды аттестаттау бар ғой, емтихан. Сол кезде де бұл сыртқы бақылаушы керек пе, әлде мүмкін ол алтын белгілерге үміткерлердің барлығын жинап алып бір жерден жаңағы арнайы мына ұлттық бірыңғай тестілеу сияқты бір немен өткізу керек па, бір сондай жаңалық керек сияқты. Енді Қарлығаш ханым, сөз қосасыз ба? Енді ұбт ұлттық бірыңғай тестілеудің бар жауапкершілігі мұғалімнен алып тасталды дегенге енді оншалықты қатты келісе қоймаймын, жеке өз пікірім. Енді өзі мектептен сұралатын, мұғалімге үлкен жауапкершілік артыратын өзі ол олимпиада, ол ғылыми жоба, ол ұлттық бірыңғай тестілеу екені белгілі ғой. Басқа жақты білмеймін, бірақ біздің осы Қызылорда облысында, біздің қалада мен өзім ұлттық бірыңғай тестілеуді бірінші рет өткіздім былтырғы оқу жылында. Сол оқушының қалай ұлттық бірыңғайға тестілеуге кіргеннен бастап шыққанша, одан кейінгі оның алтын белгін дәлелдеді ма, дәлелденбеді ма, оның барлық жауапкершілігі мектептен алынған жоқ. Ол ең бірінші мұғалімнің де жетістігі. Сондықтан енді оның барлығын мектептен түгелдей алып тастап, тек қана алтын белгі беріп қалып қойып, мектеп өз жауапкершілігінен қашып, ары қарай жауап бермейді дегенге енді мен қарсымын. Мен құжат бойынша сіз ұлттық бірыңғай тестінің нәтижесін мұғалімнен сұрауға ешқандай құқыңыз жоқ. Егер дәл сол мәселені талап еткен жағдайда, сіз заңдық жауапкершілікке тартыласыз. Әкімдердің рейтингісіне кірді ғой бұл. Бұл жағдайда бір кішкене көз бояушылық, кішкене мынау ұлттық бірыңғай тестілеу барысындағы кейбір әрекеттердің, теріс әрекеттердің болуы, ол кезде әкімдердің рейтингісінде болған уақытта бұл басым болды. Оған енді бәріңіз куәсіздер ғой. Сондықтан қазіргі күні жауапкершілігі бар мектеп пен жауапкершілігі бар мұғалім оны талдауды үнемі жүргізіп отыр. Ал кейбір жағдайда шынымен ондай ұлттық бірыңғай тестілеуге мән бермейтін орындарда бар. Соның салдарынан барып жаңағы қосымша оқу орталықтарында 11-ші сыныптың барлығы осы 10-11-ші сыныбын сол жақта өткізіп жатыр. Енді мына нәрсеге мән бергім келеді да, бұл нәрсені неге қозғап отырмын? Мен әртүрлі балаларға куә боламын. Менің балам мектепте 5-пен оқиды, менің балам алтын белгі, әйтпесе үздік, әйтпесе жақсы оқитын бала. Менің баламның пәні 5, осы мысалы химиядан 5 деп маған алып келеді да, бірақ мен ана балаға сабақ өткен кезде ана баланың 5 емес 3 деген бағаны ойланып қою керектігін куә боламын да. Бұл жерде мен бір ғана нәрседен қашқақ алаңдап отырмын. Яғни мектептегі баға. Ата-ана енді педагог ретінде мектептегі бағаға сенеді ғой. Мен балам бәленге оқып жатыр дейді. Сол бағаны нақты, әділетті өз орнында ұстап отыру үшін қандай жұмыс керек, Сабура ханым? Біздің ата-ананың бәрі баласының қандай деңгейде оқитынын, қандай
багамен окуйтун багасынын шынайы экенин, әлде жалган экенин ата ана билмейди го. Ата ана алданып калуу мүмкүн. Мен балам шынымен 5-ке окуйт деп. Экинчи күнү ата ана орталыкта жүрүп, бала мен ата ана таяк жебүү мүмкүн бул маселеде. Осы баганы, шынайы баганы мектепте калай устоого болот? Жалпы бұл тағы да бір ортақ түсініктің қалыптасуына байланысты. Бізде биылғы жылы мысалы барлығымызға белгілі жаңағы қалыптастырушы бағалау бойынша арнайы критерийлер берілді. Мұғалімдер сол критерий деңгейінде жұмыс істеу керек. Бір, өйткені бірді неше үшін қоясың, 10-ды қандай жетістіктер үшін қоясың, 8-ді қандай жетістіктер үшін қоясың, барлық критерий жасалды. Сол сияқты әрбір жиынтық бақылауға да жаңағы критерийлер қойылады. Бұл жерде мәселе мұғалімнің сол критерийді сақтауында бағалау процесінде. Әрине біз мынау қатты қинауға нетілген емес, біз енді мынау балаға мейірімділік көрсететін мекемеміз, мектеп болғандықтан көптеген мұғалімдер мүмкін салыстырмалы түрде басқа деп қарауы мүмкін, бірақ қазір бұрынғыдай 3, 4, 5 емес қой, қоятынымыз ұпай. Сол ұпай арқылы шығу керек. Одан кейін екінші мәселе, бағалаудағы тапсырмаларды қайталап алу, немесе оны қайта көшірту, немесе сол бағалауда жаңағы қателік жібермеу мұғалім тарапынан. Сол үшін қазіргі күні модерация деген қарастырылады. Сол модерация арқылы егер мұғалім оқушылардың бағасын шектен бірнеше оқушының модерация барысында бізде кейде әртүрлі былай таңдап алу әдісімен 5-6 ғана жұмыс тексеріледі ғой. Сондықтан сол жағынан қатаң бір мектепте принцип болу керек. Егер модерация барысында бірнеше қате жіберген, көбінесе мұғалімдер көтермелеп жіберген мәселе болатын болса, ол мұғалімге нақты бірінші рет ескерту керек, екінші рет шара қолдану керек. Оның барлығы әрине жариялы түрде болу керек. Себебі басқа мұғалім дәл сондай бағаны көзді жұмып, баланың оқушының жаңағы жасаған жұмысына көзді жұмып баға қою дегеннен аулақ болу керек. Баға объективті болу керек, бірақ енді әртүрлі пән бар ғой. Пәнге байланысты кейбір мұғалімдер, мысалы, әртүрлі мұғалім, кейбіреу шын қатты принципшіл мұғалім болуы мүмкін, немесе оны болады ғой, бұрын кезінде айтып жүріп қой, бағаға қатал деген сияқты. Бірақ енді қазір критерий бар, сол критерий бойынша жұмыс істеу керек. Бір, екіншіден сол тапсырмалардың оқу мақсатына сәйкес екенін қарастыру керек. Айтжан мырза, мына жерде енді ұстаз ретінде енді ең қарапайым ұғымдарды айтуға болады деп ойлаймын. Ең әуелі сол бастауыш сыныптан орта буыннан жоғары буынға кез аралығында қарау керек. Қандай да бір әдістемелік әдіске байланып қалмай, сабақты түрлендіріп оқыту, яғни ол дегеніміз пәнге деген қызығушылықты арттыру. Мысалы, қайбір жылдары осы топпен оқыту әдіс кең таралды. Келсін келмесін сол тәсілді осы қолданып оқытатын, әрине топпен оқыту тиіс немесе оқытыла алатын сабақтар бар. Бірақ бәрі емес қой. Сондықтан әдістемелік айла тәсілдің сан алуанын пайдаланған жоқ жөн деп ойлаймын. Және даралап, саралап оқыту, яғни оқушының деңгейіне сәйкес тапсырма беру. Және ата-аналармен тығыз тіпті қоян қолтық жұмыс істеу. Әсіресе осы және айтып кеткендей 5-6 сыныптарда біз талпынған талай баланы тап осы сыныптарда жоғалтатынымыз ол анық. Яғни адаптациялық кезеңдегі баланың құштарлығын біз жоғалтып аламыз. Ынталандыру ісінде де абай болу керек, әсіресе жас ұстаздар кейде бала білмесе де, талпынса да осы бағаны көтермелеп қойып жатады. Ол айдан анық. Психологиялық тұрғыдан осы жерде осы мүлт кетуге болмайды деп ойлаймын. 3-ті 4-ке, 4-ті 5-ке сүйретіп қойып, осы кейін осы сапалы оқушы таппай қалса, осы кінә мұғалімнен. Сондықтан да жаңағы жақсы бағаны келесі өте жақсы бағаға тек баспалдағы екенін баланың біліп жүрген абзал деп ойлаймын. Көтермеден қойылған баға, енді бұл ата-анадан осы бағаға ата-ана алданбау керек, және өзіңіз айтқандай. Сондықтан ұстаз бен ата-ана ең бастысы байланысы өте жақсы болу керек, жоғары деңгейде тұру керек. Ол байланысты оның жоғары деңгейін қалыптастырып, осы мектеп әкімшілігі болу тиіс, яғни біздер мен сіздер. Ал енді директор ретінде айтар болсам, осы білім сапасын арттырудың алғышарттары деп осы қысқаша айтсам, ең бірінші ол әрі осы кадр мәселесін, оны айтып кеттік. Яғни мектепке ең үздік мамандар келуі тиіс. Бұл аты сөйлемі ғой әрине. Өкінішке орай осы 90-шы жылдардағы бастап осы кадр сапасының төмендеу тенденциясы бар. Мектеп бітірген мектеп бірден осы ақша әкелетін банк емес, мұнай саласы емес. Сондықтан осы жалақының төмен болуы. Бірақ қазір ондай жағдай емес әрине. Бұрындары осыдан 3-4 жыл бұрын осы мұғалім болсам дейтін ұстаздың осы
ұстаздар аз болатын. Өткенде осы Facebook желісінде оқып қалдым, осы оңтүстік Кореяда жоғарғы сынып оқушыларынан, яғни сауалнама жүргізген кезде 6,3%, яғни ең көбі мұғалім болсақ депті. Одан медицина саласына 4,4 болсақ, ғалым болуды 3,6% қалайды екен. Байқайсыз ба, енді бұл ұстаздық осы оқ бойы озық тұруы, яғни қазақ елінде сондай осы сараптамаларды мектеп мұғалімі болу кейінгі орында болып тұрғаныма деп ойлаймын. Сондықтан осы мұғалім жалпы жалақысын салыстырмалы түрде жоғары болуы, бұл бірден осы мектеп мұғалім статусын көтерер деп ойлаймын. Әділ мырза, соңғы 1-2 жылда бұл мәселенің шешімі шықты, біраз деңгейде шешілді деп айталам. Біріншіден мұғалімдердің жалақысының көтерілу мәселесі жақсы деңгейде көтерілді. Екінші мәселе, әрине инфляция жеп жатқанын ескермесек. Екінші мәселе, педагогикалық мамандықтарға барғандардың стипендиясы 42 мың теңгеге көтерілді, және педагогикалық мамандықтарға баратындардың балы жоғарылады. Бұның үлкен әсер етеді деп ойлаймын. Енді мынандай мәселеге назар аудартқым келеді. Қазір мектептегі ең бір көп айтылатын сөз ол БЖБ және ТЖБ. Енді мынандай ата-аналар тарапынан, оқушылар тарапынан енді мынандай сөздерді көп естиміз. Ертең алатын БЖБ-ны жұрт оқушы бүгін интернеттен тауып алып, қанттай қып қағазға дайындап, алып барады да ертесі көріп алған БЖБ-сын көшіріп береді. Дәл осы жағдай қаншалықты дүние, егер оқушы оны интернеттен алдын ала көріп алса, оны бір емтихан деп қарауға келе ме? Неге БЖБ ТЖБ-ның мәселесінде қалай болу керек? БЖБ ТЖБ туралы әңгіме айтайықшы. Өйткені қазіргі біздің өзіміздің білімді бағалауымыз сол екеуіне келіп біраз тіреліп тұр. Сабура ханым. Жалпы біз былай істейікші, біз бұл жерде мектеп директорлары отырмыз. Біраз нәрсені біз өзімізден ысырып тастап, осы тек қана педагог па, немесе министр ма, солар жауапты деген ойдан шығайық. Жалпы біз мектепте осы білім сапасы арту үшін не істей алдық. Біз мектепті тұрақты түрде сапаның болсын, кез келген қызметтің дамуына біз қандай жағдай жасай алып отырмыз. Жағдай дегеніміз ол материалдық немесе қаржылық қана емес, мотивациялық тұрғыдан, психологиялық тұрғыдан, Одан кейін біз өзара мектеп ішіндегі серіктестікті, мектептен сырт ортамен серіктестікті қаншалықты деңгейде ұйымдастыра алдық. Және біз мынау оқу мен оқытуды жақсарту үшін не істеп жатырмыз деген жағынан қарайықшы. Қазіргі күні педагогикада жалпы мынау жаңартылған білім мазмұны енгеннен бастап, деңгейлік бағдарламалар енгеннен бастап, мынау сабақты зерттеу және іс-әрекетті зерттеу деген дүние бар. Осы екеуін негізі мына абай айтады ғой, егер адам баласы шын мейірленсе, ғылым мен білімде мейірленіп, адамға тез қонады деген бір нақыл сөзі бар. Сондықтан біз өзіміз сол проблеманы шешуге, әрбір баланы дәл тұрған орнынан анау қырдың басына шығара алмасақ та келесі кезеңге артқа кететін емес, немесе орында тұрып қалатын емес, келесі кезеңге өткізетін қандай жұмыс жасап жатырмыз. Осы тұрғыдан мен біздің мектептің тәжірибесінен мынау сабақты зерттеуді және іс-әрекеттегі зерттеуді айтар едім. Сабақты зерттеуге бастапқыда 2016 жылы біз мәжбүрлі түрде енгіздік. Оны жаңағы Назарбаев зияткерлік мектебінің халықаралық бакалавриат Назарбаев зияткерлік мектебі бізге тәлімгер мектеп болды. Сол кезде сол кісілердің қолдауымен енгіздік. Бірақ ол кезде бастапқыда 2 топ, 3 топ өтірік жұмыс істеді деген шыны керек. Бірақ ол жерде де бір кішкене қозғалыс болды. Міне биыл 4-5 жылға кетіп барама, біз соның нәтижесін көріп келе жатырмыз. Мұғалімдер өзара бірлесе зерттегенде, бірлесе сабақты талдағанда, әрбір бала бойынша сырттай бақылау жүргізген уақытта, оның нәтижесін ортақ талқыға салған уақытта кішкене балаларда, мұғалімдерде жаңағы проблеманы көруге, сырттан келетін адамдардың сынын, яғни сыншы дос ретінде олардың берген пікірін, өзінің жұмысын ары қарай жетілдіруге деген бір жағдай, мәселе туады. Яғни біз өзіміз жаңағы мектептегі зерттеуге қарай мұғалімдерді бағыттай отырып, біз басшылар да осы дамуға немесе білім сапасын қамтамасыз етуге жағдай жасай аламыз. Негізгі сұрақ қалай болып еді, өзі мен жаңағы жалпы біз көбінесе
Енді қараңыздар, осы ең үлкен проблема жиынтық бақылау. Жиынтық бақылау ол бұрынғы біздің 90 тарау біткендегі алатын бақылауымыз болатын. Бірақ біз көбінесе алғашқы жылдары мәселе былай болды. Алғашқы жылдары мұғалімдердің барлығы 100% жаңартылған білім мазмұнынан өтпеді. Сондықтан оқу тапсырмаларын құрастыруда қиындықтары болды. Сондықтан Назарбаев зияткерлік мектептері арнайы үлгілерді беріп, сол порталға қолжетімділік берді. Сол кезден бастап көбінесе дайын үлгіні ала салу деген қалыптасты. Бірақ біз мектепте 2 жыл болды. Әр мұғалім өзінің сабағына берілетін тапсырманы 2 нұсқада, немесе одан да көп нұсқада өздері дайындайды деген талап қоямыз. Оны міндетті түрде өздері әдістемелік бірлестікке қарап директордың орынбасарлары бекітеді. Сол ғана енгізіледі. Қалған сырттан алынған, интернеттен алынған жиынтық бақылау тапсырмалар алынбайды. Екінші мәселе бұл ЖБ-да тұрған жоқ. ЖБ болсын, ТЖБ-да болсын. Мәселе білім сапасын қамтамасыз етін бақылаудың түрі бұл күнделікті қалыптастырушы бағалау. Яғни сіздің күнделікті беретін тапсырмаңыз сол түпкі нәтижеге жұмыс істейтін болса, ендеше балаға ЖБ-да да, БЖБ-да да, ТЖБ-да да қиындық болмайды. Сондықтан мектеп басшылары бұл жағдайда мектептің ішінде өздері тапсырманы өздері құрастыру дегенді бірінші орынға қою керек. Сафура ханым, жақсы айтып жатсыз ғой, мектеп басшылары басшы ретінде не жасайды, соған тоқталайықшы деп. Негізгі тақырып БЖБ, ТЖБ туралы айтылды. Енді көбіне қазір жасырын емес, шынын айтайықшы, интернеттен көшіріп дайын дүниелерді алып, онда енді әріптестеріміз кездеседі, оны жоққа шығара алмаймыз. Соған сәйкес ең бірінші басшы ішкі аудит жасау. Мен енді сөйтіп ойлаймын, аудит жүргізілуі алғы шарттың мониторингісі деп. Себебі бізде көбіне басшылар жоспар құрумен, жоспарды жүргізумен айналысады екенбіз. Енді аудит жүргізсек, соның мониторингісін жүргізсек, оқушылар арасында, сынып арасында білім сапасын анықтап алсақ, мемлекеттің білім беру бағдарламасының индикаторларын орындау мақсатында жұмыстарымызды сонда ғана жүргіземіз деп ойлаймын. Себебі аудитті жүргізгеннен кейін ғана табыс критерийлерін айқындап аламыз. Ол енді жаңағы дайын дүниенің бәрін БЖБ-ны интернеттен шығарып алғаннан кейін ол бәрібір ол нақты табысты бізге көрсетеді деп ойламаймын. Содан кейін ғана бар жоспарлап, деректерімізді жинау арқылы ғана біз бір белгіленген алға ілгерілеу қадамына ұмтылатын шығармыз. Енді ең бастысы сол дүние ғой, сабақты зерттей келе ТЖБ мен БЖБ-ның дұрыс құрастырылуы. Біз қайтеміз, жаңағы ТЖБ, БЖБ кезінде жаңағы мұғалімдер дайын дүниені алады, оны оқушыға жібереді. Қазір онлайн кезінде тіпті жақсы болды, үйінде кім орындап жатқан, болмаса тағы өзі басқа тетіктер арқылы орындап алуы мүмкін. Сондықтан сабақты оқушылардың материалды негізін түсінсе, танымдық шығармашылығын дамытса, сонда ғана бізге нәтиже нақты күтілетін болады. Енді осы жерде оқырмандардың бір сұрағын қоя кетейін. Елімізге танымал педагог, Шымкент қаласындағы тарихшы Өмір Шыныбекұлы ағамыз БЖБ, ТЖБ енгізу өзін-өзі ақтады ма деген сұрақ қойыпты да. Осы БЖБ, ТЖБ жүйесін енгізу білім сапасын көтеруге қандай да бір пайдасын тигізді ма, әлде зиянын ба деген дүние. БЖБ, ТЖБ жалпы өзін-өзі ақтады ма? Қалай ойлайсыздар? Бұл жерде ағамыз енді өте орынды сұрақ қойып отыр. Жалпы және Қарлығаш ханым да айтып кетті ғой. Енді оның ойлаймын БЖБ мен ТЖБ және 90-дық бақылау орнын алмастырып тұр ғой. Бұл жерде біз оның жәнегі шығармашылық оқушылардың өз еңбектерімен жазған, немесе жәнегі ұстаздардың интернет парақтарын қарап дайын материалдарды беру емес, яғни өзіндік бір шығармашылық ойларын дамытса, сонда ғана ақтайды деп ойлаймын. Ал ендігі ағаның сұрағын әрине орынды деп ойлаймын. Ал ақтады ма, ақтамады ма, енді оны мына жағдайда жәнегі
онлайн офлайн жағдайда енді өте қиын қазір. Оны ақтады десек ол Әділ мырза, енді БЖБ ТЖБ енгелі жаңылмасам 5-ші сыныпқа енген кезінен бастап есептесек 5 жыл уақыт болып қалды. 5 жыл болды. Алғашқы жаңартылған бағдарлама енгеннен бастап. 5 жылдан бері сараптамасын жасап бір қорытындысына келетін уақыт болды деп ойлаймын. БЖБ ТЖБ-ның берген пайдасы мен зиянын. Аятжан мырза, мысалы енді былай ғой, ол мүмкін ТЖБ БЖБ-ны түсінбеуі, болмаса қосымша тетіктерді пайдалануы, оқушының сабақты түсінбеуі деп. Сабақ негізі дұрыс берілмеген, сабаққа қойылатын негізгі талаптар орындалмаған, содан кейін барып БЖБ ТЖБ біз күткен бастапқы мақсатынан жойылатын шығар, жойылып алды да. Жалпы бұл жерде мәселе БЖБ ТЖБ-да тұрған жоқ. БЖБ ТЖБ деп аты өзгергенмен ол бұрында да болды ғой. Бұрын біз бір 90-да өзіміздің 2-3 бақылау жұмысымыз болатын, бір тарау біткенде 90-дық бақылау деген тура сол сияқты процесс деп қабылдау керек, тек қана оның ішінде жаңа критерийдің енгізілуі. Бірақ критериалды бағалау кіргендіктен ғана ол критерий енгізіліп тұр. Сондықтан бізде дәл қазіргі күні қолымызда басқа құрал жоқ. Өйткені жаңа сыртқы бақылауды қазір тоқтатып қойды. Сыртқы бақылаудың өзі ең соңғысы қалғаны ОБТ ғана қалды. Сондықтан егер бізге сыртқы бақылау кіретін болса, мүмкін бізге жаңағы БЖБ-лар қала беруі мүмкін де ТЖБ-ны алып тастауға болатын шығар. Сондықтан біздің қазір дәл БЖБ ТЖБ деген сөз ол жаңадан атау болып жаңадан енді, бірақ бұрынғы біздің бақылау дегендердің орнына келді. Екіншіден, бұл жердегі мәселе, мен тағы да басшы ретінде қарайтын болсақ, біз басшылар көбінесе жаңағы Қарлығаш әріптесім жақсы айтып кетті, ішкі аудит дегенді, біз көбінесе басшылар немен айналысып кеттік. Біздің негізгі функцияларымыздың ішіндегі біз бақылауды, сыртқы бақылауды, и то біз процессті емес, жекелеген адамдарды бақылауды қатырып жүреміз. Ол мен жалпылама айтып тұр, мен өз деңгейімде ғана емес. Одан кейін ұйымдастыру, жоспарлауды істейміз. Бірақ бізде талдау және түзету функциясы өте аз. Талдау функциясы. Мысалы, мен тіпті айтайыншы, өзімнің біраз әріптестермен сөйлескенде бір аймақта, олар тыңдап отса біліп отқанда шығар, бағаны 90-дық бағаға жаңағы ЖБ-дан критерий қоясын, төмен бал алып қалса 0 алды. 0 немесе 1-2 деген алды, онда ол анау күнделікке кіргізсең 2 деген бал шығады. 90-ның аяғында 2 болса, мұғалімді мәжбүрлеп тұрып, білім бөлімі де, жаңағы мектептің директоры де мәжбүрлі түрде балды көтертеді. Ендеше біз неменеге ол ЖБ-ны алып отырмыз, еңбектеніп? Неге мұғалімнің өзінің жұмыс істеуіне сол директор бағалауға ғана емес, соны алдындағы түзету жұмысына ықпал ету керек еді. Ол тура бағалауда сен ол 0-дің орнына 5 деген ұпай қоя сал, сонда ол мынандай бал алады деп. Сондықтан біз 2 деген балдың бағаның 90-дыққа біздің мектебімізде 2-ге қортылған баланың шығуынан, немесе жылдың аяғында сыныптан сыныпқа көшпейтін баланың шығуынан неге қорқамыз цифрдан? Ол заңды ғой, шын мәнінде бүкіл бала бірдей жоғарғы деңгейде оқып отырған жоқ, ол проблема бар. Бірақ біз сол проблеманы жылдан жылға өтірік жауып, көшіре салғанға үйренгенбіз. Сондықтан осы жағынан кішкене директорлар әсіресе түзету, талдау функциясын бірінші орынға қою керек сияқты. Өте орынды. Өте дұрыс әңгіме деп ойлаймын. Себебі мына жерде айта кету керек деп ойлаймын. Жалпы өзім енді келгелі мынау жан-жаққа қараймыз, енді әріптестерімді қараламаймын, жамандамаймын десек те, қарапайым білім сапасының пайыздық дейміз, көрсеткішін береміз, нақтысын. Ал басқа да мекемелер, басшылар дейміз бе, мектеп пайыздық мөлшерін асыра сілтеп береді. Осы өте бір жаңға айтайын дегенім, мысалға қарапайым біздің пайыздық мысалға 70% болса, басқа мектептікі 90%. Ол келесі жылы 95 береді. Негізгіге ол сәйкес келмейді. Сонда біз жұмыс істемейтін мекеме сияқты қалып тұрамыз. Көрдіңіз бе? Енді бұл жерде тағы да сол проблема ғой, сыртқы бақылау болмай тұр ғой. Біз салыстырмалы түрде, егер біз жаңағы 70% сапа бердік па, сыртқы бақылаудан біз 40% берсек, ортада 30% неге шықты деген сұрақ туындау керек еді ғой. Бізде сыртқы бақылаудың, сыртқы бақылау формаларының жоқтығынан болып тұр. Жәнегі ұбт-дан айту керек. Осы деңгейдегі әңгімені айтқым келіп отыр да, сұрақ қойғым келіп отыр. Мысалы, бір мектептің 5-ке оқыған баласының деңгейі, бір мектептің 3-ке оқыған баласының деңгейінің шамасында.
Бірақ екеуіне беріліп отырған стандарт, мемлекеттік стандарт, қойылатын талап бірдей. Бірақ екеуінде баға екі түрлі. Дәл осыдан шығады да, үшке алып жүрген атана мен балам төмен білімді деп ойлауы мүмкін, 5-ке оқитын бала мен балам керемет деп ойлауы мүмкін. Неге? Біз бүкіл мектептің бір стандарты жоқ бағалауда деген дүние. Әрине, бұл сыртқы бақылаудың жоқтығы. Мен сіздердің сөздеріңізден түйіндеп отырған бүгінгі керемет бір түйін деп ойлаймын. Бүкіл мектепке кемінде 11 жылдың ішінде кемінде бір 5 рет, 5 жылға, яғни 4-ші сынып, 7-ші сынып, 9-ші сынып, 11-ші сынып деген сияқты сыртқы бақылау керек сияқты. Керек сияқты емес, міндетті түрде керек сияқты. Жылына 1 рет өткізіледі міндетті түрде. Кейбір мемлекеттерде бар, бұл мәселе 2 рет, 3 рет өткізіледі. Енді мен өзі жүрген жерде әріптестерге қоятын бір сұрағым бар осы білім сапасы туралы. Сабыра ханым, өзіңіз де бір мектепті басқарып отырсыз. Бәріңіз осы жерде бір мектеп басқарып отырсыздар. Және қол астыңызда жүздеген мұғалім бар. Өз мектебіңізде өзіңіздің балаңызды немесе немереңізді оқытатын ба едіңіз? Міндетті түрде. Немесе қазір балаңыз өзіңіздің мектепте оқи ма? Менің енді балам үлкейіп кетті ғой. Екіншіден, мен балам бар болса оқытар едім. Екіншіден, мен өзімнің енді балам болмаса да басқа қаланың басқа аймағында тұратын жиенімді осы мектепте оқытып жатырмын. Сондықтан біріншіден шын бұл сұрақты Аятжан мырза жай қойып отырған жоқ шығар. Егер сіз әрбір балаға өзімнің балам, өзімнің бауырым деп қарап, сондай бір жанашырлықпен жағдай жасасаңыздар, онда мектептегі көзқарас сәл өзгеріп, балаларды оқушы мен ата-ананың сенімі болады дейді. Сондықтан мен оқытар едім. Әділ мырза. Алла қаласа немерем болса оқытамын өзім. Өте орынды сұрақ. Енді жас маман ретінде, басшы ретінде дейін бе, мүдір дейін бе, қазіргі тіл мәселесінде, бұрынғы тіл мәселесінде. Әрине оқытар едім. Мен соған сол деңгейге жету үшін жалпы білімді сапалы білім беруге өз атсалысып жатырмын. Менің баламда жақсы сапалы білім алсын деген ниетте. Тек қана менің балам емес, жалпы күллі қазақ елінің балалары және шынайылықты, ең бірінші шынайылықты алға қою керек деп ойлаймын. Әрине енді оқытар едім. Бала кішкентай. Қысқа нұсқа жауап берейік, уақыт сәл қысқалап бара жатыр, біраз сөзді қорытындылайық. Қарлығаш ханым. Аятжан мырза, менің жаңағы Шымкентте Өмірбек деген ағамыз бар, Шыныбекұлы. Ең жақсы мектеп үйінің қасындағы мектеп дейтін еді. Сондықтан менің балам бастауыш оқиды. Бірақ үйімнің дәл түбіндегі мектепте оқиды, менің мектебімде емес. Бірақ егер дәл сондай талап болмаса, өзім мектебім жақын болса, мен осы мектепке ойланбастан апарар едім. Өйткені сол мектептің оқу мен оқыту сапасына барынша жұмыс жасап жатқаннан кейін жүгіріп жүріп қай мектептің қыр-сырын бәрін, мұғалімнің сабақ беру сапасына дейін бәрін білетін болғаннан кейін мен ойланбай апарар едім. Бірақ менің оқып балам мектебіңіздегі мұғалімді таңдап алып, жақсы мұғалімдарға орналасқан сыныптарға бермейтін бе едіңіз? Жоқ, енді дәл ондай болады деп айта алмаймын енді. Сосын жаңағы сіздің бір сұрағыңыз болды. Неге мына мектептегі 5-пен оқитын бала, неге ана мектепке барғанда 3-пен оқиды деп. Енді ол менің пікірім ғой бұл. Менің пікірімше кадрлық резервіне байланысты деп ойлаймын. Кадры мүмкін ол балада өйткені стандарт сол, беріліп тұрған сағат сол, мүмкін сабақта мысалы бір мұғалімнің оқу принципі, мектептің ғылымилығы, байланыспен жауап беру басқа болады да қалыптасқан. Сондықтан бір сондай нәтиже шығады шығар деп жаңа сіз айтқаннан кейін бір ой туындап отыр. Менің көзқарасым мынада, мен бұл теманы неге қозғап жатырмын? Мен мектептегі әр баланы директор өзімнің балам деп ойлау керек. Яғни әр балаға деген жанашырлық, өз балаңа деген жанашырлықпен бірдей болған кезде мектептен шынайы сапа күтуге болатын шығар. Бұл егер директорда сол құндылық болса, ол мұғалімдерге де жұғысты болады деп ойлаймын. Мұғалім де әр сыныбындағы баласын өзінің баласындай аяласа. Себебі адам өзінің баласындай аялаған кезде оған ең жақсы жағдай жасап беруге тырысады ғой. Өйткені мектептің жалғыз функциясы ол тұлға тәрбиелеу, баланы тәрбиелеу деп ойлаймын өз басым.
Сондықтан бұл мәселе өзекті деп ойлаймын. Енді құрметті әріптестер, біз біраз сұрақтар деңгейінде тоқталдық. Қысқа нұсқа жауап берсеңіздер, мен оқырмандардың сұрағын біраз қойсам. Құрметті тыңдармандар, құрметті менің әріптестерім, ата-аналар, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Мен сіздердің сұрақтарыңыздың кезеңдеріне жауап берейін. Мектептегі директор тағайындаудың қазіргі жүйесіне қалай қарайсыздар дейді. Директорды мектеп тағайындамайды, директорды білім басқармалары тағайындайды. Жақсы, негізгі жүйе бұрынғыға қарағанда жақсартылып келе жатыр. Бірақ мүмкін әлі де шынайылық керек шығар. Бірақ бұрынғыдай қазіргі күні ең бірінші мектептің қамқоршылық кеңесінің алдында өзінің бағдарламасын ұсыну өте жақсы нәрсе. Бірақ бұл жерде қамқоршылық кеңес қаншалықты әділ қарайды және қаншалықты ол мектепке жанашиды деген екінші сұрақ. Сондықтан тестілеу бар, одан кейін арнайы комиссиядан өту бар, бағдарлама бар, одан кейін директорларды 3 жыл сайын аттестаттау бар. Бірақ мен өз басым негізі осы, бірақ енді оған қашан жетеріміз білмеймін. Негізі директорлар сайлау арқылы тағайындалса тіпті жақсы болар еді. Сайлау болғаннан кейін ол әрбір адам саған дауыс бергенін білесің де, сосын барып олардың әрқайсысының сұранысына жауап беруге тырысасың. Дауыс бермей қойған мұғалімдерді қудалау болып кетпей ме? Біріншіден. Қайдан білесің оның кім екенін? Екіншіден мұғалім емес, ата-ана дауыс беру керек. Тағы бір мәселе. Мектептердің қазір қамқоршылық кеңесі ұрулық негіздегі бір жүйеге кейбір өңірлерде командалық жүйелерге ол асып кетіп жатыр. Қамқоршылық кеңестің өзін автомат деген түсінікті ұстанатындар көп. Соның бірі өзімін. Қамқоршылық кеңес өзінің негізгі функциясын автомат. Толық келісім. Тіпті кейбір мектептің қамқоршылық кеңесі мектептің жұмысына кедергі келтірсе, кейбір мектептің қамқоршылық кеңесін іздеп таппайсыз. Жалпы енді қамқоршылық кеңестен мен ондай дәл осылай деп айтпас едім. Себебі біздің мектепте қамқоршылық кеңес таңдаған уақытта біз мысалы жалпы сыныптарға ақпаратты бердік, өзі ұсынғандар болды. Одан кейін сыртқы мектеппен үнемі байланыста тұрған кәсіпорындар, әртүрлі мекемелерге айтылды. Бірақ неге егер мектеп тарапынан жаңағы мен өз кез келген жерде айтам, тіпті бірнеше эфирде айттым. Мектеп басшысы егер мектепті дамытам десе, өзінің айтқанына көнетін қамқоршылық кеңеспен жұмыс істемеу керек. Керісінше, оның айтқанына сыни қарай отырып, әр нәрсесіне мынау неге былай, мынау неге солай, сіз жаршылдық сайын есеп берген уақытта, немесе 90 сайын есеп берген уақытта сіздің әрбір нәрсеңізге мектептің стратегиялық бағытына қарай талап қоя алатын қамқоршылық кеңес тиімді. Біздің мектепте дәл сондай қамқоршылық кеңес, өйткені біз ең бірінші жұмысты жасап алғаннан кейін, ата-аналардың ананың жоспарды әртүрлі жасағаннан кейін, бұған ертең қамқоршылық кеңес келіспейді деген бізде уже позиция болады. Өйткені білеміз, ол кісілер мынауыңыз дұрыс, мынауларыңыз дұрыс емес деп айта алады. Сондықтан мектеп басшылары мектептің дамығанын қаласаңыздар, өздеріңіздің айтқандарыңызға көнетін, жарайды деп көне салатын қамқоршылық кеңес мектепті де сізді де дамытпайды. Мәселе бұл жерде Сапура ханым Аятжан мырзаның сұрақ қойып отырғаны, мынау директорлікке тағайындау кезінде енді өзіміз бірінші болдық қой. Қамқоршылық кеңесінің мүшелерінің ішінде енді жамандамайын немесе қараламайын, тағы да айтайын. Қарапайым білім саласын білетін, білікті мамандар болмау, қарапайым жұмысшы болуы. Мысалға, қамқоршылық кеңесінің шешімімен деп қазір болып отыр ғой, директорлікке тағайындау бойынша білікті облыстан бар, қалалық бар. Және арнайы тест тапсырады, квал-тест директор. Және сәйкесінше оның еңбек өтілімі барлығы сәйкес келеді, ең ақырында қамқоршылық кеңестің ренжімеңіздер, қарапайым білім саласына қатысы жоқ адамдар айтады. Енді сол жоғары деңгейде жұмыс жасап жатқан шығар, оған Әділ мырза, бұл жерде сол қамқоршылық кеңесті бекіткен тағы кім? Тағы мектеп директор емес пе? Оны біреу сырттан министр бекітіп берген жоқ. Қателеспеңіз, Сафура ханым, қателеспеңіз. Мысалы, оған дейін қай директор болса да біздің әріптесіміз, бізге дейін болған ғой енді ол қамқоршылық кеңесі. Бізге дейін тағайын. Бұл жерде құрметті әріптестер, бұл жерде кішкене этикаға да жол берейік, себебі менікі бәрі дұрыс, маған дейінгісі қате деген принциппен жұмыс істемеу керек. Бір, екіншіден, егер сіз бұған дейінгі өзіңіздің қамқоршылық кеңесіңізден сондай да бір келеңсіздік көріп қалсаңыз, алдағы уақытта бұл бізге сабақ болу керек. Яғни ол жалғыз біздікі күшті деген сөз емес, ол жаңағы менің айтқаным сол. Айтқанға көнетін қамқоршылық кеңес сізді дамытпайды. Сондықтан біздің тағы да келіп тұрғанда бұл жерде директорлыққа қатысты болып тұр.
Бұл жерде тағы бір нәрсені Мен бір нәрсе айтшы. Мысалы, бір қалада, мысалы Астана қаласында 90 мектеп бар. Әрбір мектепке 10 қамқоршылық кеңестің мүшесін есептесеңіз, 90 мектепке 900 қамқоршылық кеңестің мүшесі керек. 900 белсенді, 900 мектеппен тығыз жасайтын қамқоршылық кеңестің мүшесін бір қаладан табу мүмкін ба? Мүмкін шығар, білмеймін енді оны. Қарлығаш ханым. Әр мектепте мысалы 10 белсенді табылады, 10 ол аз. Дұрыс айтасыз, әр мектептен 10 белсенді табылады деп ойлаймын. Мен енді дәл бірінші рет қамқоршылық кеңеске келдік. Расында рас, Аятжанның сөзінің жаны бар. Кейбір мектептерде қамқоршылық кеңесі тек қана директор ауысқан кезде ғана көретіндеріміз. Себебі осы кейде расында да мен түсінбедім, қамқоршылық кеңес өзі аты айтып тұр, қандай бір мәселеге араласу керек шығар, бұлар бізге қолдау керек шығар. Енді аты да қамқоршылық кеңес деп тұр ғой. Содан кейін мен келгеннен кейін жаңағы Әділ мырза айтқандай, ешқандай ішінде кейде білім саласына түсінетін, білім саласымен жұмыс жасайтын адам болмағандықтан мен өзгеріс енгізіп, ардагер ұстаздарды қостық ішіне қамқоршылық кеңеске. Сондықтан негізі, егер шын директор қамқоршылық кеңесті пайдалана алсақ, оның көп көмегі бар. Көп жерде ол жүзеге асырылған. Бірақ бізде енді жаңағы қолдау көрсету жоқ, бізде тек қана есеп алу, көбіне есеп беретін кезде ғана шақырамыз, 6 айда бір рет қамқоршылық кеңесті, сол кезде есебімізді береміз, содан кейін шығарып саламыз деген сияқты ғой. Енді біз көбіне оны бір жұмысын жандандырып, басқа бір бағытқа бағыттау керек сияқты, дәл осы қамқоршылық кеңесті. Тек қана директор келетін кездегі шығарып салып, сұраққа қарай көшіп емес. Соңғы 2 сұрақ әдеп кеңесі туралы және кәсіподақ туралы. Ол да мектеппен тығыз жұмыс жасайды. Ой, бір шырылдаған сұрақ екен. Кәсіподақ және бірінші кәсіподақтан бастайықшы. Мектебіңізде кәсіподақ туралы не айтасыз? Аятжан мырза, бұл тыңдарманнан сұрақ па? Негізі біз нақты тақырыпқа көшкеніміз дұрыс еді. Егер таңдарманнан сұрақ болса айтып кеткенде дұрыс, бірақ жауапсыз қалдыра алмадым. Жасыратын түгі де жоқ. Өзі кеңестің санынан шаршап кеттік па, білмеймін. Татуластыру кеңесі, әдеп кеңесі, өзіміздің пет кеңесімізбен құқық бұзушылықтың алдын алу кеңесі бар. Енді кәсіподақта директор жанындағы кеңес бар, әдістемелік кеңес бар десеңізші да. Кеңесіміз көп, шыны керек. Бірақ әдеп кеңесі былай қарағанда бір қосымша, бір артық па деп ойлаймын, бірақ енді ол бұйрықпен кірді ғой. Өйткені оның ешқандай заңдық күші жоқ. Оның қабылдаған құжаты да ешқай жерде ол нақты жай ұсынымдама ретінде. Сондықтан ол былай қарағанда тым қатты артық деп ойлаймын. Ал енді татуластыру кеңесі бар, мысалы, егер мектепте қандай да бір конфликт болып жатса, сол татуластыру кеңесі арқылы, немесе жаңағы бір педагогтар әдеп бұзып жатқан жағдайда да жаңағы мектептің әкімшілік кеңесі әртүрлі нәрсені пайдалануға болар еді. Ал кәсіподақ кеңесі енді білмеймін, директор араласпайтын дүние, мен сондықтан ол кәсіподақ ұйымы дегенге мен қатты керек емес деп айта алмаймын. Өйткені мен кәсіподақ ұйымының жұмысына ешқандай араласпаймын. Тек жалпы сіздерде бар ма, Сафура ханым, кәсіподақ ұйымы мектепте? Кәсіподақ ұйымы бар, бірақ мектептің 50% мүше емес оған. 50%-дан аз адамы ғана мүше. Ешкімді мүше бол деп айтпадық, бірақ өткенде есеп бергенде одан кейін 5 адам өтініш жазды деді. Нақты кім бар екен, кім жоқ екенін білмеймін. Өйткені 8 наурызға кәсіподақ ұйымына марапат береміз деген кезде ғана тізім жасап, кәсіподақ ұйымының мектептегі бастауыш ұйымының төрайымына береміз да, төрағасына. Осылай кәсіподақтар болса марапатқа ұсынамыз деп айтамыз. Сондықтан кәсіподақ ұйымы қатты білмеймін енді. Өйткені кәсіподақ ұйымы шын мәнінде директордан тыс дүние болу керек. Бұл жерде директорға қойылатын сұрақ емес шығар деп ойлаймын. Бүгінгі тақырыбымыз білім сапасы ғой. Осы білім сапасына байланысты 2 сұрақпен мен қорытындыласам. Құрметті әріптестер. Кеңестік кезден келе жатқан баршаға кәдімгі терома сияқты болып кеткен бір сөз бар. Бәрін кәдір шешеді деген. Ол шындығы да бар сөз. Сіз кәдірді қалай аласыз және жас маманды қалай тәрбиелейсіз? Кәдірдің шынайы білім сапасын көрсетуінен директор ретінде не жасайсыз? Қысқа нұсқа. Сіздер айта беріңіздер, мен соңын айтайын. Сіздер айтпайды. Кадрды таңдауда ең
әуелі жас мамандарды қазіргі таңда тарттым, оны ешқандай жасамаймын. Және жас мамандарға мүмкіндігінше толық көмек қандай әдістемелік болсын, осы толық бағытта жұмыс жасап жатырмыз қазір. Және ендігі кадр мәселесі, жәнегі көбінде біз неге қараймыз? Зерттеуші, сарапшы, қазір модератор дегенге көп бұрылып кеттік та, жас мамандарды ұмытып кеттік. Мен осы орайда өзім енді көбінесе жас мамандарға көңіл бөлуде. Ары қарай сол мамандар мен жалпы оған дейінгі мамандар, яғни білікті мамандарымыз, мектептегі ардагерлеріміздің негіз біліктілігін пайдаланып, сол жас мамандарға ары қарай тәлім беріп, білімін ұштастырса деген ойдамын. Міне бізде тәлімгерлік деген жаңадан білім және ғылым министрлігі көптеген жаңалықтар бар ғой, енді 16 сағат ауысқа жатырмыз. Осының барлығы үлкен бір көмек деп ойлаймын. Қарлығаш ханым. Жас мамандар, жалпы мектепке жас маманды қабылдауға менің пікірім өте оң. Өйткені қазіргі буынғы жастар, мен жасырмаймын да айтам, мен жас мамандар қажет, себебі қазіргі ойы да бөлек, пікірі де бөлек, өзінің көзқарасы да бөлек ұрпақ. Сондықтан ол мамандардың ең бірінші білімділік жағы, материалдық меңгеруі, алған білімін қолдана алуына жаңағы әріптесім айтқандай жетелеу болады. Жас мамандарды қабылдауда біз енді жаңағы жұмыссыздық бөлімімен қабылданады. Одан кейін соның әрі қарай жетілуі, мазмұнды игеруі, тапсырманы орындату барысындағы жүйелі, субъективті, объективті жұмыстары өз тарапынан бағаланып отырады. Ол әдістемелік кеңесте де қаралады. Жас мамандардың үлкен өзінің бір мүшесі бар, мектебі бар, құрылған. Сондықтан оған пікірім оң. Жалпы қазір министрлік тарапынан жоғарғы оқу орындарына қойылып жатқан талаптар бар ғой. Дәл сол сияқты бізде бірнеше жыл қатарынан жас маман қабылдап отырғандықтан, біздің де өзіміздің қай оқу орнынан келген кадрдың мықты болатыны туралы өзіміздің көзқарасымыз бар. Ең бірінші алдымызға жас маман келген уақытта мен не нәрсеге қараймын? Мен біріншіден, егер келіп алып, ой, ақыңызды жемеймен қой деп әңгіме бастайтын да жас маман бар. Ол адам бірден кетеді. Екіншіден, жоғарыдан біреу арқылы звондатып келген адам қабылданбайды. Үшіншіден, жаңағы дипломын қараймын. Кезінде шын мәнінде осыдан бір 10 шақты жыл бұрын шығар, диплом маңызды болмаған, себебі дипломы 3 болса да жұмысты жақсы алып кететін маман болды, немесе диплом 5 болып жұмысты, сабақты бере алмайтын маман болды. Бірақ соңғы кезде жоғарғы оқу орындарының, әсіресе мына педагогикалық салада дайындайтын жоғарғы оқу орындарында кішкене сапаға жақындау бар. Сондықтан дипломның қай оқу орнынан келгені маңызды. Екіншіден, сол ішіндегі бағада тым қатты алшақтық жоқ. Бұрынғыдай бұрын 5 оқып келген қызыл дипломмен келіп жұмыс істей алмай жатқан мамандар болса, сондықтан осындай талап қоямын. Егер теорияны білсе, ары қарай әдістемені өзімізге үйретіп алуға болады. Одан кейінгі жас маман дегенде мен жалпы шын мәнінде кадрды мықтау керек. Біз директор ретінде тікелей әрбір балаға ықпал ете алмауымыз мүмкін. Біз әрбір мұғалімге ықпал етеміз. Сондықтан біз ең бірінші мұғалімдерге жаңағы айтқан өзіміздің қаншалықты жағдай жасап отырмыз. Жағдай деген тағы да тек қана кабинеті бар, принтері бар деген сөз емес. Жағдай дегеніміз сол мұғалімнің жұмысына жауапкершілікпен қарау үшін біз қандай мотивация тудыра алдық, және біз оның жұмысын қалай бағалай алдық, немесе басқа әріптестердің тәжірибесін мен салыстырмалы түрде қарадық деген сияқты. Сондықтан кадрмен жұмыс істеу барысында басшылар ең біріншіден бірдей талап қою керек. Бірдей талап дегенде жаңағы бағалаудағы бірдей болу, бағалаудың объективтілігі деген сияқты. Бірақ жұмыс беру уақытында, жұмыста тапсырмаларды беру уақытында әркімнің қабілеті ескеріледі. Екіншіден, әділдік болу керек. Егер сіз бір мұғалімнің кемшілігін назардан тыс қалдырып, екінші бір мұғалімде болып қайталанған дәл сондай кемшілікті жар салып айтатын болсаңыз, әділетсіздік болар еді. Сондықтан ол жас маман ба, ол тәжірибелі мұғалім ба? Негізі мектепте жас маман мен тәжірибелі мұғалімдерді баланста ұстағанда тиімді деп ойлаймын. Сондықтан басшы тарапынан қабылданатын шешімдер әділ болған уақытта мұғалімдерде жұмыс істеуге деген мотивация болады. Жас мамандар биылдың өзінде біз 20-дан артық жас маман қабылдадық, жұмыс істеп жатыр. Сосын мұғалім
жас маманмен сөйлесіп отырған уақыт, жаңадан қабылдайтын кез келген мұғаліммен сөйлесіп отырғанда бір жарты сағат сөйлессең, оған бір өмірлік ұстанымдарын білу де маңызды. Егер ол адам шын мәнінде сізге ұнайтын нәрсені ғана істегісі келсе, сіз туралы ақпарат мысалы маған келеді, мен Қарағандыныкімін ғой, немесе Жезқазғандыкімін ғой деп, мен бірден айтамын, Жезқазғанның адамдарын жақсы көрмеймін деп. Сосын таңғалады. Сондай сияқты нәрселерді, сондай алға сондай нәрсені тартып келген адамдарды уже көзқарасы белгілі. Ода бір рушылдық немесе жершілдік болуы мүмкін, ол ертең жұмыста да әсер етуі мүмкін. Сондықтан енді мен бірнеше жыл кадр таңдағандықтан менде ол жаңағы тіпті дипломына қарап та мына маманды алуға болады, мына маманды алмауға болады деп айтуға болатын жағдайлар бар. Енді бір сұрақ болып тұр да. Енді көбінде директорлар бағанағы әріптестерім, менің енді өзімде директормын ғой, әріптестерім көбінде педагог шебер, педагог зерттеуші деген сияқты дайын маманға жүгіреді. Бірақ дайын маманға жүгіре беру өзіңнің мектептің бас ұстазы деген міндетіңді сыпырып тастайтын, сыдырып тастайтын сияқты да. Өйткені мектептің бас ұстазы деген ретінде, бас ұстаз ретінде жас ұстаздарды қалыптастыруда бір парызың болу керек сияқты деп ойлаймын, біріншіден. Екіншіден бір жағдайлар бар, мектептер осы жас ұстаздардың сауатсыз, айтында мындай жас кадрлар сауатсыз деген желеу етіп, мектепте тек қана зейнеткерлерді жиып алған мектептерде жоқ емес бар, өте ауыр деңгейде. Осы дүниеге біз оқушы тәрбиелеумен бірге директор мектепте кадр тәрбиелеумен айналысу керек дегенге келісесіз ба? Әрине келісеміз. Мысалы, кез келген, мен қазір өзімнің орынбасарларыма да айтамын да, біздің мысалы мұғалімге бірінші өзіміз беруіміз керек. Міне не береміз? Әдіс үйретейік, тағы бірдеңе курсқа барама, барғызайық, жаңа ақпарат бар ма берейік, әдіс тәсілді бөлісуге мүмкіндік жасайық, серіктестік орнатайық, сосын барып мұғалімнен талап етейік. Ал тек қана отырып алып талап ете беру, ол ешқандай жұмысқа несін қалай десем екен, пайдасын тигізбейді. Сондықтан бірінші жағдай жасайық, дамытайық. Ал біз шын мәнінде жаңағы мектептегі кейбір мұғалімдердің бізге неудобный мұғалімдерден құтылуға тырыспауымыз керек. Бізге қолайсыздық тудыратын мұғалімдер болады ғой. Әр нәрсеңізге мынаған мен келіспеймін деген. Марк Твеннің бір сөзі бар, мысалы, қалай деуші, сен егер елдің бәрімен келісе беретін болсаң дейді да, сондай екеніңді байқасаң, кез келген нәрсемен, онда саған уже өзгеру қажет екенінің бір белгісі деген, Сол сияқты, егер дәл сондай мұғалімдер, егер директордың орынбасарының өкшесінен басып тұрып, осындай нәрсеге мені үйрет дейтіндей, немесе осы нәрсе маған керек дейтіндей мұғалімдердің көп болуы, ол мектептің бақыты. Жақсы. Қосасыз ба? Көрерменнің бір сұрағымен бәрімізге жеке-жеке жарты минут уақыт, көрерменнің сұрағы бүгінгі сұрақтың точкасын қойып тұр деп ойлаймын. Мектептегі білім сапасының төмендігіне кім жауапты? Директор ма, мұғалім ба, әлде басқа ма? Мен жауапты. Директор жауапты. Мен жауапты. Ең басты басқарушы орган жауапты. Құрметті тыңдармандар, қазақ айтады. Жауапкершілік әркім өзін алған кезде даму өз ортасынан басталады дейді. Сұлтанмахмұт Торайғыров, жақсы болсам өзімнен, жаман болсам өзімнен, тағдыр қылды дегенді шығарамын сөзімнен дейді. Бүгінгі ортамыздағы үш әріптесімнің мектептің білім сапасына тікелей өзім жауаптымын деп отырғанына мен қуанышпен қуана қабылдадым. Құрметті әріптестер, бүгінгі ой қорытқандарыңызға, баршаларыңызға үлкен алғыс. Келесі эфирде кездескенше. Келесі эфир наурыз айының соңына таман болады. Келесі кезекте, келесі эфирде алғы шартын айта кетейін. Мектептің екінші міндеті тұлға тәрбиелеу, яғни мектептегі тәрбие процесі туралы болмақ. Құрметті оқырмандар, баршаларыңызға рахмет.